Қаржылық мониторинг агенттігі Астана қаласы бойынша департаменті Елорда қаласы әкімдігіне қарасты 81-ші Астана English School халықаралық мектебінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде. Астана қаласы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлерімен бірлесіп, бұрынғы директор мен бас бухгалтердің 900 миллион теңгеден астам қаражатты жымқырғаны анықталды. Бұл соманың бір бөлігі ата-аналардан дайындық сыныптарына оқыту және жазғы лагерге қатысу үшін қолма-қол алынған ақша, алайда бұл қаражат мекеме шоттарына түспей ұрланған. Сонымен қатар шамамен 16 миллион теңге іс жүзінде ұйымда жұмыс істемейтін жалған қызметкерлер атына аударылған. Олардың қатарында күдіктілердің жалған түрде рәсімделген туыстары да бар. Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табыстарға жалпы құны 382 миллион теңгені құрайтын мүлік сатып алған. Оның ішінде коттедж, Елордада 2 пәтер және автокөлік бар. Сот санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды. Күдіктілер қамауға алынды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.